Әуежайда отырғанбыз. Қасымдағы орындыққа жасы 40-45 шамасындағы келіншек жайғасты. Байқаймын, мұғалім сияқты. Сәлемдесіп, өзінің өнер байқауына 2 оқушыны әкеліп қатыстырып, 1 және 3 дәрежелі дипломға ие болғандықтары туралы жаңалығын да айтып тастады. Оқушылары ержеткен 8-9 сыныптарда оқитын сияқты. Бір-бірімен дос екендіктері көрініп ақ тұр. Шәкірттеріңіз тартымды екен, өнер адамдары болатын болар, дедім жай ғана. Танысап отырыңыз, бірі Аман, екіншісі Арман, ата-аналарының тұңғыштары. Байқаймын, 3 орын алған балаңның қуанышы зор сияқты, 1-шіге қарағанда. Иә, Арман қашанда көңілді жүреді. Осы екеуін осымен 3 мәрте Астанаға әкелуім. Алғашында алғыс хатпен оралдық. Бірақ бір таңғаларлық жағдайға тап болдық. Сізге болған оқиғаны айтайын, әлі уақытымыз бар екен. Өткен күн кеше ғой, тарих. Келер күн ертең сыр, ал бүгінгі күн үлкен сый деген. Мұғалімдер бір-бірімен жолықса, баланы әңгімелейді ғой. Мен де бір балаға қатысты сыр бөлісейін сізбен. Аман домбырада жақсы ойнайды, спорт секцияларына қатынасады, сабағы да жаман емес, тек мінезі өте тұйық. Ешкіммен ашылып сөйлеспейді, командалық ойындарға қатыспайды, өзімен өзі жүретіндігін сыныптастары жақтырмайды. Сенде әке жоқ, ағаң тағы жоқ, тірегің жоқ болғасын бәрімізге бөлек жүресің. Сен не керіммін деп ойлайсың ба өзіңді, деп шеттететін көрінеді. Тіпті әкең қалай жоқ, сенің өлді ме, әлде ажырасты ма? Ажырасқан сияқты ғой, шешеңді жұмыстағы бастығы үйіңнен алып кетеді ғой. Көрмей жүрсің бе? Неге арашаламайсың керім болсаң? Сөйтіп жүріп, қаңғып қаларсың деп мазақтайтын шығарыпты. Бұл үлкен соққы ғой жасөспірім бала үшін. Мұндай әрекеттерді көтеру оңай емес. 1-2 рет балдармен жанжалдасып, полиция бөлімшесіне жауап та беріп шыққан. Бала көбіне мазасыз, ештеңеге құлықсыз болып жүреді. Сол алғашқы байқауда бір жігіт ағасы келіп, сізбен сөйлесуге бола ма деп қасыма жақындады. Қараймын, таныста бейтаныс адам, бір көрген адамым сияқты амандасып, сөйлесе бастадық. Ол Аманды сыртынан көріп, жөнін сұрады. Осылай да осылай, өнерлі оқушым, жалғыз шешесі бар Нұрсұлу атты. Өзі 9 сыныпта оқиды. Аға анадай жерде тұрған Аманнан көзін айырар емес. Әзер шыдап тұр екен, әңгімесін бастап кетті. Қарындас, мынау менің балам. Кезінде Нұрсұлу екеуміз Шымкентте жоғары оқу орнында студент болып, қатар оқыған едік. Енді тағдыр дейміз ғой, бізді табыстыра түсіп, адастырды. Өкінішім көп. Сүйген жарыма да, балама да саналы адамдығымды көрсете алмадым. Қыз күнінде бәрі жақсы деп қызбалыққа, көрсе қызарлыққа салынып, уақытша тіршіліктің қызығына беріліп, әбден уақыты келген шағында сүйген, 3 жыл бірге жүрген қалыңдығымды, болашақ ұлымды жол ортасына тастап, әне міне тойымыз болады деп жүргенде басқа жанға бет бұрдым. Басыңнан баға ауса, 60 күн тасыған дарияң 6 күнге жетпей су алар дегенді бабаларымыз қалай тауып айтқан десеңші. Қаланың бір бос кеуде жылтырақ қызына назарым ауып, үйлендім. Үйде, лауазымды қызметте, машинада, өзі айтқандай, соның айналасынан табылды. Оңай олжаны, жатып шерлікті уақытша баққа балап, көзім ешкімді, ештеңені көрмеді, ойлатпады. Үйлендік, айналамда дарақы күлкі, біреудің көңілінен шығудың құйтырқы әдістерін іске асыру, алдау, өтірік күлу мен көлгірсу тәрізді әрекеттер. Байлық, баршылық, бәсеке көп, бірақ артымнан ерер
бір перзент жоқ болды. Алғашында сұлуым қаламады, кейін таба алмады. Баласы бардың өң ойнар, баласы жоқтың көз ойнар боп, тіршіліктің мәні жоғалды. Өзіңдікі жоқ, өзгелердің баласына қарап қызығасың да қоясың. Сонан соң жұмыс аударып, осында көшіп келдім. Нұрсұлуды іздедім, баламды іздедім, кездестірмедім. Бір танысымнан баламның керемет күй тартатынын, байқауларға қатынасатынын естіп, осында болатын байқаулардың бәрінде көріп, іздеумен келемін. Кеше де, бүгін де осында келгенмін. Баламның тегін айтқанда, санымды бір соғып, есімнен айырылғандай күй кештім. Содан сіздерді бақылап жүргенім, деді ағамыз. Өркенің өссін, қарындас. Баламмен оңаша бір сөйлесейінші, құшақтап, бетінен бір сүйейін, рұқсат етіңізші. Әр ойланып, бер ойланып, бір жағынан қуанып, бір жағынан қорқа соғып, бала ол кісіні бірден қабылдамас естияр ғой деп. Ағаға, сіз әзірше аптығыңызды басыңыз. Баланы сыртынан көргеніңізге риза болыңыз. Мен баланың анасымен осы жағдайды айтып, сөйлесейін, сосын сізге хабарласамын. Әзірше баладан алысырақ жүргеніңіз абзал. Себебі бұлардың амандығы маған тапсырылған. Мен олардың көңіл күйіне де жауаптымын, дедім. Елге жеткен соң бір күні барып, асықпай Нұрсұлумен сөйлестім. Бір сөз айтсаң жақсыға, аталы сөзге тоқтайды. Бір сөз айтсаң жаманға, өмірінде ұқпайды деген бар. Дегенмен мен жолыққан ана байсалды, жай мінезді, түсінігі мол жан болып шықты. Көңіліне қаяу түсірмеймін. Осы уақытқа дейін жүрегіне түсірген салмағыма жауап беру де аз емес маған, деген сөзін айтқанда жанарынан жалт еткен жылылықты байқап қалдым. Қанша дегенмен жүрегі нәзік әйел ғой, ойланып қалды, деді мұғалім апай. Әңгімең ұнады. Олар бір-бірімен табысатын шығар. Отбасы деген қастерлі ұғым, бақыт мекені ғой, деді қасымдағы апайым. Әңгімемен отырып, ешкімге назарда аудармаппыз. Кенет ұшаққа отырғызуда басталды. Орнымызға жайғастық. Біраздан соң артыма қарасам, Аман баламның желке тұсында, тап артында күлімсіреп әкесі отыр. Қуанып кеттім.